қазақ контенттің ішінің көбінің жасалып жатқан қазақ контент имамдарға тиесілі болса, сол имамдардың ең үлкен каналы Али студиясы деп аталады екен. 935 мың жазылушысы бар екен. Миллионға сәл қалған. Қазақтың қарап отқан уағыздары да ешқайда кеткен жоқ. Миллиондары міне түгел тұр. Бірақ салынған уақыттарын қараңыз. 7 жыл бұрын, 6 жыл бұрын, бұрынғы миллиондары. Танымал немен. Танымал осының ең көп қарағандарын бөліп алып қарап тұрғам. Бірде 4 миллион, 7 жыл бұрын, 6 жыл бұрын, 5 жыл бұрын сондай үлкен жұмыс жүрген болу керек. Соңғы салымдарын көрейік. Так, байқамай дейік бетті. 8 сағат бұрын, 13 сағат бұрын, 20 сағат бұрын, бір күн бұрын уағыздар салынып жатыр екен. Қазақтардың қарап отқан дүниесі жаңартылып жатыр екен. Қазақ контентке қосып жатқан үлестері үлкен деп ойлаймын бұлардың да. Көрейік қанша пайда тапты екен. ТМД ұстаздары деп етіп болған екен. 935 мың. Миллионнан өтпей, миллионға дейінгілерге шолу жасаған едік. Сол үшін көрмей қалғанбыз. Қаралымдардың саны 250 миллион қаралым. Биыл $107 мың пайда тапқан екен. Яғни бұл да ойлаймын, ол жаңағындай берілетін, көрсетілетін жарнамаларына шектеу қойған болуы мүмкін. Сол үшін осындай шығар деп ойлаймын бұны. Жасап отқан қазақша мазмұн, қазақша контентке жасап отқан шолуымыз ұнаған болса арнаға тіркелеміз, лайк басамыз.